19 сабақ. Адамдар саяхатқа не үшін шығады? Сен туризм деген не екенін білетін боласың. Туризмнің мақсатына қарай карта жасай аласың. Сен турист болып көрдің бе? Егер туристік сапарға шыққан болсаң, қай жерге барғаныңды сыныптастарыңа айтып бер. Туризм сөзі француздың тур саяхат деген сөзінен шыққан. Туризм адамдардың басқа елдерге немесе өз жеріндегі белгілі бір орындарға саяхаттап баруы. Туризмнің негізгі мақсаты денсаулықты жақсарту, демалу, спортпен айналысу, жаңа қызықты жерлерді танып білу. Туризм салауатты өмір салтын сақтауға көмектеседі. Адамдар табиғаты әдемі жерлерге саяхаттайды. Туризм тынығудың ең жақсы демалыс түрі. Біз демалысымызды туған өлкемізге саяхаттан бастайық. Сұрақтар мен тапсырмалар. Саяхатқа қандай көлікпен шығуға болады? Қайда баруға болады? Саяхатқа не қажет? Турист қандай киім киюі тиіс? Саяхатта қандай ережелерді сақтау керек? Тапсырмалар. Заттар тізімі. Сен туристік саяхатқа шықпақшы болдың. Өзіңмен бірге алатын заттардың тізімін жаса. Нені міндетті түрде алу керек? Аса қажет болмайтындарды ойлан. Коллаж. Туризмнің сауықтыру, танымдық, спорттық түрлерін бейнелейтін суреттерден коллаж құрастыр. Диалог. Парталасымен бірге қандай саяхатқа немесе қайда экскурсияға шығуды армандайсың? Неліктен деген тақырыпта диалог құра.